Серпін бағдарламасы 2014 жылдан бері жүзеге асырылып жатқан бағдарламаның бірі. Осы Серпін жобасы бойынша 30 мыңға жуық білім беру гранттары тағайындалған болатын. Келе жатқан 2023-2024 оқу жылында 3653 грант қарастырылған. Қазіргі таңда бізде 17 мамыр күні Тараз қаласында, 18 мамыр күні Түркістан қаласында және бүгін 3-ші кездесу Қызылорда қаласында Қорқыт Ата университетінде өтіп жатыр. Және біздің министрліктің тарапымыздан 16 университет бірге келіп отыр және өз университеттен презентациялап абитуриенттері оқуға шақырып жатыр.